Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай трубочкалардың рецептін ұсынамын. Яғни бұл слоеное тестадан дайындалады. Салмасына ақуыздан дайындалған кремді салдым. Оны да тоже қалай жасау керек жолдарын сіздерге қазір көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, лайк басыңыздар. Әлі де көп рецептер болады. Видеоларды жіберу үшін арнама тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Слоеное трубочкаларымызды жасау үшін бізге алдымен осындай конустар қажет. Мен бұны қолдан жасадым. Негізі бұны конустар дүкендерде сатылады. Мен бірақ қолдан жасадым. Металл түрінде сатады дүкендерде. Мен осындай А4 парақпен осындай конустарды жасап шықтым. Бізге ең алдымен слоеное тесто керек. Мен оны жақсылап жайып алдым. Мен жайған қамырымды пышақпен бөлемін, ұзынша қылып, жаңағы жасаған конусымның аяғынан бастап осылай орап шығатын боламын. Ешқандай да қиындығы жоқ. Мұны видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан қамырмен осылай жасап кете бересіздер. Мен до конца бармаймын, тек жартысына дейін жетсе жеткілікті. Менде сары уыз бен ақ уызымды ажыратып алдым. Мен қамырыма сары уызымды жағып шықтым да пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Главное, қызару керек. Енді піскен мынандай трубочкаларымызды қағазынан босатамыз. Оп-оңай босатылады. Айтпақшы достар, ішіне ондай сары май, анау-мынау жағудың қажеті жоқ. Мен кәдімгідей істеп қағазымды оп-оңай алдым. Енді креміне кірісетін боламыз. Бізге креміне қант, яғни сахар. Менде сахар болмағандықтан қантты пайдаланамын. Және де бізге ыстық кипяток, ыстық су қажет и 1 лимон. Ең алдымен қантымызды алып, оны кастрөлге либо бір газға қоятын ыдысымызға саламыз. Оған 50 грамм суымызды құямыз. Енді жақсылап жай отта осы қантымыз бен суымызды ерітеміз. Қантымызды ерітеміз. Біз мен 5 минуттай еріттім. Жай отта осылай 5 минуттай араластырып тұрамыз. Араластырып тұруларыңыз қажет, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. 5 минуттай араластырмай, ара-арасында ғана араластырып, жақсылап қайнатамыз. Сиропымыз қайнап жатырғанша ақуыздарды миксерлеп қоямыз. Біздің миксерлейтін насадкамыздың өзі, ыдысымыздың өзі өте қатты құп-құрғақ болу керек, ешқандай да май, су демеу керек, әйтпесе біздің креміміз шықпай қалады. Біз ақуызымызға шым-шым тұз салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Оны жақсылап көпіртіп, аппақ пена болғанша жақсылап көпіртіп араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Төңкерген кезде ақ болу керек. Сол кезде бізде креміміз дайын деген сөз, яғни формасын жақсы ұстап тұр деген сөз. Мүлдем ақ болу керек. Аппақ ақуызымыз дайын. Енді оған жаңа бізде қайнаған сиропымызды біртіндеп жай құйып, миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап.
мінекей бізде дайын болды. Мен оның үстіне лимонный шырын, яғни согымызды құямыз. Лимонный сок, либо лимонная кислота құйсаңыздар болады. Мінекей бізде формасын өте қаттырақ ұстап тұр. Бізде төңкерген кезде ақ болу керек. Вот біздің креміміз дайын. Енді бізде осындай пакетикке салып, ішіне насадкамызды орналастырып, трубочкаларымыздың ішіне құйып шығамыз. Маған осылай ыңғайлы. Мінекей барлығын осылай құйып, осылай жасап шығамыз. Мінекей достар, біздің слоеная трубочкаларымыз дайын болды. Мен оны әдемілікке қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды сүйіп шықтым. Бала кезден сүйіп жеймін. Негізі біздің отбасымызда осындайды өте қатты жақсы көремін. Шаймен ішкенге өте тәтті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға жасап берсеңіздер қуанып қалады. Өте тәтті. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Канал ұнаса, видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Видео соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.